солай аталады. Қызық екен, сонда алған білімдерін тексере ме? Иә, мырза, сол тіпті жазаланатын көрінеді. Бұл емтихан дегенің бізге одақтас сияқты ғой. Емтихандар қашан басталады екен? Басталғалы жатыр, бастық мырза. Жақсы бол. Сақ. Емтихан басталады. Қанша тырыссам да мұның бәрі жаттап алу мүмкін емес. Осының бәріне ұстаз кінәлі. Емтиханның бүгін болатынын аяқ астынан хабарлады. Оған қалай дайындалып үлгереміз? Несіне сонша дүрлігіп жүрсіңдер? Уайымдамаңдар, сабыр сақтаңдар. Иә, нашар баға алсаң көрер едім уайымдамағаныңды. Нашар баға? Мен емтиханнан нашар баға алған емеспін. Емтиханнан сыныптағы үздік баға алған үшінші оқушы мен болам. Үшінші ме? Неге бірінші? Болмаса екінші болмасқа? Ақылыңнан адасқансың ба? Бірінші және екінші орын тек мейменхананікі. Адамзат пайда болғалы бері мейменхана бірінші орын үшін таласып келеді. Оларлық жағдай. Мәссаған, бұл керемет қой. Демек бәрі ойдағыдай ғой. Жоқ, олай емес. Аналарға қара. Неге қарай бересің? Өз кітабыңды оқы. Қарашы бұны. Онсыз да өзімдікін оқып отырмын. Оқушыларға сыныпқа қарай тартыңдар. Емтихан басталады. Емтиханнан құлайтын болдық, батыл балақай. Балды мырза, қайда жазып шықсам бола ма? Солай болғаны дұрыс. Қайырлы таң. Мынау кімнің баласы тағы? Мен Білесіңдер. Бұлай алдауға қалай дәтің барады? Бұл расында адуду ғой. Сізге не болған мырза? Оны бәріміз де білеміз ғой. Бетперде киіп алсақ болды, бізді ешкім танымайды деп ойладыңдар ма? енді қайттық апа. Сенің қолыңнан келеді балам. Ama неге бара берсін? Бұл өзі үшін сазайын тартады. Жоқ! Кім шетелге менің жаңа оқушыма тиісуге рұқсат берді? Қайдағы жаңа оқушы олай болуы мүмкін емес. Я, мейлің ол адуду болсын, ол зұлым болсын. Ұсқынсыз болса да оқуға құштар. Сондықтан адуду автоматты түрде менің оқушым болады. Дұрыс айтасыз, мырза, дұрыс. Мені мұқият тыңдап ал енді. Әділдік білім алуға ешқашанда кедергі болған емес. Бұл жолы оңай құтылып кеттің, аду. Тап біздің сыныбымызға келгенің қалай? Бұл жолы не ойластағаның бар? Менің оқығым келеді. Қалай? Сол үшін де кінәлайсыңдар ма мені? Жарайды. Қане, дайынсыңдар ма? Біз дайынбыз. Солай шығар. Емтиханды бастаймыз. Кірісіңдер. Қане оқушыларым. Бастаңдар. Алға. Жылдам. Кім тезірек аяқтаса, сол ертерек қайтады. Мен ертерек қайтамын. Құрылғы, 1 минуттан соң бастай бер. Мақұл бастық мырза, 1 минуттан соң бастаймын. Келбетті папа мырза автобус жүргізушісі. Жаңбырлы күні ертеңгісін 41 жолаушымен А бекетіне тоқтайды. Жақсы, 41 алу 5 қосу 7 тең 43. Бұл оңай екен. 43 алу 11 алу 11. Автобус жүргізушісінің жасын сұраған нес? Үшінші сұрақ қиындау екен. Бұл сұрақ бойынша автобус жүргізушісі папа мырза екен, демек ол біздің ұстазға. Енді түсіндім. Кешіріңіз. Иә, Сіздің жасыңыз нешеде, папа мырза? менің жасым. Құпия. Айтыңызшы енді ұстаз. Ең болмаса маған айтыңызшы. Оған айта көрмеңіз, папа мырза. Одан да маған айтыңыз. Неге олай дейсің? Болды, қойыңдар, дауласпаңдар. Жасымның нешеде екенін бәрің айтам. Сонымен нешедесіз? 16. Не болды? Неғып бәрі қол көтеріп отырсыңдар? Қалаға барғым келіп тұрмын. Өтінем, шын жасыңызды айтыңызшы. Туған күніңізге сыйлық бергім келеді. Мен де. Мен сізге қонжық алып берем. Немене?
жасым 37-ден 8 ай 18 күн асты. Мінекей. 37 екенсіз ғой. Бұған мен емес тіпті желде аңқық сияқты. Бұл не қылған жел тағы? Жарайсың құрылғы. Бәлкім аздаған үзіліс берерсіз, қатты жел соғып кетті. Қайдағы үзіліс? Сендер телешоуға емес, математикадан емтихан тапсыруға келдіңдер. Емтихан сұрақтарына түгел жауап берген соң ғана босайсыңдар. Не тапсырасыңдар, не түгел құлайсыңдар. Барлықтарың